берсеңізші ұсыныс. Егерде тіл 100% болса, мен сөйлемес едім. Шақырсаңдар да сөйлемес едім. Қазақтың жағдайы өте қиын. Біздің жағдайымыз өте қиын. Ұлы қазақ халқының жағдайы өте қиын. Мені нағыз қазақты жұбататын бірақ нәрсе бар. Біздің қазақтың арасында білесіздер жаңағы. Önce қалмақ, шұта, жоңғар, қарақытайлар қаптар жүр оны. Бәрі шекара ашық кезде 26 өткен жылы ана Қытайдың саясатымен бәрі кіріп алған. 2 миллион ба 3 миллион. Олар қазақты болса жыңып түсіп, түтін жүрмей жатқан ұлттар. Мені қинайтын таза қазақ 20 миллионда қазақ бар, соны қинайтын бірақ нәрсе бар. Анау ұлы қазақ даласының сүйкімді гүлдерін, сұлу гүлдерін көріп жүретін ләззат, сол қыздарды қуалап, ойнап күліп жүретін жаңа Қайрат Рысқұлбек қазақтың келешегі, қазақтың тәуелсіздігі үшін өз жанын берді. Соны ойласаңдаршы, айналайын, менің неміс болыңдар, менің қарақтай болыңдар. Адам қасиеті бар, әр адамда адам қасиеті болу керек қой, жануар екен, жануарда өзінің баласы үшін жаңағы отқа түседі, өлімге барады. Шақалдарды өлімге барады, маласы. Сонда сол екі қыз символичный, ләззат пен жаңағы Қайрат екеуі деп айтуға болады. Бүткіл дүниежүзінің бірінші номер 1 державы сотадағы 3 күн ішінде төңкеріп тастады. Шындық па? Шындық. Ұсақ күнде. Ана біздің қыздарымыз, мен жылауым кеттім. 20 миллион қазақ күнде жылайды. А біз қазақтың тілі сондай мазақ қылдық. Неге? Қазақ кемеңгер, қазақ намысшыл, ананері жақсы сөз жазылған. Бір құмалақ, бір қарын майды шерпек. Бір құмалақ, бір орысыға ловка дёгтя просит бочку меда дейді. А бізде мың құмалақ жүр арамызда. Қазақ тілі, ана мен қазір оқып мен тағы жылап отырмын. Шіркін-ай, не деп айтамыз айлағаттың жағы? Қайрат айтыңыз. Несін жанымыз қиды, жастар, а біз отырмыз. 20 жыл. Анау Американың ана шықпендік дейді ана бір, ана кретин, тусросик, ана младший жорсик. Ана елдің баласын көрдіңдер ма? Бір жетің ішіне бүткіл Ирак, Саддам Хусейн, Марқұм, тас-талқан шығарып, бүткіл мемлекеттік құлды қайнатып жүр. Бір жет, ана елдің баласы. Елдің қызы, өмір бақи көрінген халқын таяқ жеп, бүткіл әлем халқын табанда жүрген еврей халқы. Царь Николай қырды, Сталин қырды, Гитлер қырды. Бұлар халық, бір жоқ, халық атынан жоқ. Әбден өліп қалатқан еврейдің ұлтын Голдамейр деген біздің қазақтың тәбелесі сияқты. Еврейдің тәбелесі, Голдамейр. Ана Сталиннің мұртынан қорқпай, еврей халқына мемлекет алып берген Голдамейр әйел. Сонда еврей халқы 1,5 миллион халық болатын. Қазір 10 миллион болды еврей халқы. Қазір еврей халқы дүниесін бұлай ұстап отыр. Еврейсіз шай іше алмайсың, еврейсіз далаға шыға алмайсың. Қазір заман солай. Неге? Ынтымақ. Сондықтан біз енді бүгіннен бастап қойын көріп, 20 жыл ойнадық, күлдік, мазақ болдық. Бәтті жаңа кісілер дұрыс айтты жаңа. Білмесін қазақтың далашығы маршы. Жақсы көретін тілін, көзі көретін мемлекет бұл қаптаған мемлекет. Орсын жақсылып кейі басып көш айналайын. Англия жақсылып, айналайын біз ақшасын мен ақ берейін, Англия көш айналайын. Қытайдың тілін жақсы көрейін, Қытай көш айналайын, қазақ ақшасын мен ақ берейін. Но елдің қазақтың тазалығын бұлғама. Даже тышқан екен, тышқан. Ана тілінде шиқылдайды. Сен тышқанға айтып тұр, шықдам ана тілінде. Тышқан алдында айтып тұр. Шыбын екен, шыбын ана тілінде ызыңдайды. Шыбынға айтып тұр, ызыңдама деп. Басын шалмалады, шыбын. Біз сондай қалдым. Ана кісілер айтып баяғы өздерің білесіз. Мен 10 жылға пікірдім. Ұсыныс жасаңыз. Ұсыныс қазір айтайын. Ұсыныс болады қазір. Мен елдің несін баяғыда
Biz dekan шақырып алсақ, 4 қазақтың баласы мектебін бітіріп келдік, институтқа түстік, 4 қазақтың баласы. Соны декан шақырып алса, бізге айтты, орыс декан. Вы, казачата, если за лето не изучите русский язык, можете не приходить. Просто ясно, было он надо. Мы покорили русский язык, одно, любого орта на колени поставили, за пленочный дам. Ну, когда она, ойды бөлмеш айналайын. Сонда бір оймен келер, мен жылап келіп отырған адам мен. Ана, бізде. Ойды бөлмеш. Біз өмір бақи, ана өтіп кеткен ғасырдағы батырларымызды, керемет кемеңгері көсемдерімізді айта береміз. Міне егемендігімізге болғаны 20 жыл болды. Неге бір қазақты біз мақтамаймыз? Вот қасірет қайда жатыр, қасірет. Мұхтар Шаханов, анығын айтты, Мұхтар Шаханов. Неге Мұхтар Шахан бізге қазақ еліне көрсен болмыз ол күрсен? Ол қазақтың жұлдызы. Мен Советхан аға, жерді нені берді. Сол қазылығы соны орындай берді. Sistemмен керек, істеме ойлап табылмай керек жоқ. Қазақ көсем ме? Көсем. Қазақ кемеңгер ме? Ел ағасы ма? Неге осы тірі адамдарымызды біз жырламаймыз, соны қолдамаймыз?